Қайырлы күн құрметті достар. Барлықтарыңызға Қытайдан жалынды сәлем. Мен қазір Қытайдың Иу қаласында түнгі базардамын. Бүгінгі видеода сіздерге қысқаша осы түнгі базарды көрсетіп өтетін боламын. Түнгі базардың осы оңтүстік кірісі. Мен 2 жылдан бері осы базарға арада іш пысқанда келіп тұрсам, осы әпше бастан бас осылай отырады. Қызық, е? Базардың ең маған ұнамайтын жері осы кіріс бөлігі. Өйткені бұл жерде мұсылман адам біз сияқты тек мал еті, қой еті, жылқы еті мен халал тағамдармен өскен адам жай ғана өту мүмкін емес. Өйткені бұл жерде адамнан басқа барлық нәрсе бар. Бұрын мен Қытайға келуден алдым, қытайлықтар қимылдағанның бәрін жейді десе келіспейтін едім. Бірақ осы түнгі базарға келіп бірінші рет қатты таң қалғам. Бұл жерде сіздерге барлығын обзор жасап өткім келмейді, өйткені көңілім айниды, егер шынын айтсам. Бірақ қысқаша көрсетіп өтем. Осындай жерге келіп мұсылман болғаныңа шүкір дейсің. Өйткені ризқыңды, нығметіңді Алла тағала осындай бір харам тамақтан емес, халал тағамнан бергеніне өте қатты қуанасың. Бұл жерден енді сіздермен бірге тез өтіп кетуді өзіме жөн санадым. Қазір сіздерге басқа бір бөлігін көрсете өттік. Бұл түнгі базар өте үлкен базар. Қараңыздар. Мынау басындағы тамақтану бөлігінен өттік. Ал енді мына жағында 4 қатармен бөлінеді. Ұзын кете берген. 200-300 метрге дейін барады ұзындығы 4 қатар. Аяқ киім болсын, телефон аксессуарлар, немесе кім өзінің қолына не келеді, сол барлық өнерін көрсетеді. Мысалы, мына кісі бұл да бұрыннан отырады. Осындай адамдардың суретін салады. Қараңыздар. Танымал жұлдыздардың суретін мультяшка ретінде салған. Мен өзімде бір рет суретімді салдырғам. Мына жерде де телефон аксессуар. Мына жағы да кеткен. Киім кешек, телефон аксессуар. Одан басқа аяқ киім болсын. Барлығын табуға болады бұл базардан. Әрине, бірақ бұл Гуанчжоу қаласындағы түнгі базарлар сияқты үлкен емес, бірақ Иу қаласындағы ең үлкен түнгі базар осы. Иу қаласында негізі 4 үлкен түнгі базар бар. Солардың ішінде ең үлкені осы түнгі базар. Осындай керемет. Қараңыздар. Бұл жерде осындай танымал брендтердің барлығын табуға болады копиясын. Coach, Chanel, Louis Vuitton, Gucci. Осындай люкс копияларын табуға болады. Енді бұл жағы барлығы киім кешек. Қараңыздар. Егер сіздер Иу қаласына келсеңіздер, немесе кез келген Қытайдың қаласына барсаңыздар, осындай түнгі базарға кіруді сіздерге айтамын. Өйткені түнгі базарда сіздер Қытайдың мәдениеті, ол жақтағы сауда барлығын көруге болады. Одан бөлек осындай иіс сулардың, яғни парфюмерлерлердің осындай қарауға болады. Бірақ бұлар келіспейді, өйткені бұл жерде брендтердің копиясына өте қатты заң бар. Ал мына жерде сағаттар. Сол себепті бұлардың жоқ деп тұруы мен үшін жаңалық емес. Бірақ мен өзімнің каналымды жүргізуді бастағаннан кейін сіздерге қолдан келгенше Қытайды көрсетіп өтуге тырысамын. Мына жерде чемодандар, киім кешектер. Қысқасын айтқанда, бұл түнгі базарда сіздің өміріңізге күнделікті өмір болсын, немесе сый сияпат болсын, одан басқа барлық не керек сіздің өміріңізге барлығын табуға болады. Жеміс жидек болсын, тамақ болсын, люкс копиялар болсын, барлығын осы түнгі базар табуға болады. Жаппай сатылым да бар, розничный да бар. Осындай Dior болсын, Chanel болсын, солардың точ люкс копиялары бар. Осындай үлкен түнгі базар. Осында айтып өткенде, бұл жерде тек қана сауда емес, одан басқа кімнің қолынан не келеді, кімде қандай не бар, өзінің өнері болсын. Осындай барлық аппаратпен болса да отырып, тек қана сауда емес, услуга да көрсетеді. Қазір мен сіздерге
бақырып сауда жасайтын танымал осы базардың саудагерлерін көрсетемін. Өйткені бұл жерде Қытайда қазір біз сияқты конкуренция деген нәрсе жоқ. Бұл жерде уже для выживания бар. Өйткені бизнестің түрі, бизнесмендер, саудагерлер өте көп болғаннан кейін барлығы да конкуренция бола алмайды барлық жерде. Көп жерде Қытайда для выживания. Сататындар. Қараңыздар. 4回100块，八加1块1块1块，1个1块了，八加1个1块1个1块，全场1个1块。 Осындай бақырып, өздерінің саудасын жүргізеді, адамдарды шақырып. Адамдар осыларға бола қызық келеді. Енді мен видео басында айтқандай, бұл жерде тамақтарды мұсылмандар жеуге болмайды, бірақ біздің бақытымызға Қытайда осындай ұйғырлар бар. Өйткені ұйғыр халқы, білесіздер, мұсылман халық. Қытайдың кез келген қаласында бір ланчжоу ламиян халал, немесе бір синьцзян, яғни ұйғыр асханасын табуға болады. Бұл базарда да осы әсем әннен білуге болады. Ұйғыр халқының да осындай асханасын табуға болады. Ұйғыр ұлттық кәуаптары. Қараңыздар. Салам алейкум. Шетін адаммысыз? Мен қазір ұйғыр өзбек тілінде сөйледім. Бұлар осы қараңыздар. Әндері де өзбек ұлтының әндеріне ұқсайды. Осылай. Әрбір қалада біз мұсылмандар үшін бұлардың асханасы, немесе Қытайдың мұсылман ланчжоу ламиян чинжин асханалары өте қажет. Осылай. Салам алейкум. Ұйғырмысыз? Біз Қазақстаннан. Қырғыз. Сіз қырғыз? Мен қазақ. Bir tuğan. Иә, бір туған. Kahve şayka yağmur kahve. Қараңыздар, бұл Қытайдың қырғыз ұлтына тиесілі. Бұл да қараңыздар, халал логосымен осылай өзінің саудасын жүргізіп жатыр. Şayka kahve. Şeşi. Yağmur kahve sanfe meşhur sunga bağış veşeli. Осылай адамдарға көңіл күй үлесіп, осындай халал тамақтарды сатып жатыр. Халал тамақтарды тек қана мұсылмандар емес, осы Қытайдың өздері де жейді. Қатты олар ұнатады, әсіресе ұйғырдың дапанжи деген тамағы, немесе кауроу, яғни ұйғырдың кәуабын өте қатты ұнатады. Одан бөлек осындай шырындарды дайындап береді. Нихау. Осылай достар. Енді бұны көрсететін болсақ бізге 1 сағатта жетпейді. Сол себепті достар, келесі видеоларда да тағы сіздерге көрсететін боламыз. Менің каналыма подписаться болып, одан кейін достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып қараңыздар. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін рахмет. Қытайдан жалынды сәлем. Сіздермен бірге Джаво Маджримов.